Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге индивидуальный подоходный налогты қалай төлеу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші Каспий приложениесіне кіресіздер, платежи бөліміне өтесіздер, все платежи ауыстырып аласыздар. Штрафы и налоги деп тұрады. Енді осы жерден бізге платежи для ИП керек. Енді налоги для ИП деген үстін басасыздар. Выберите тип платежа дейді. Енді осы жерден ИП-ен сіз егер ИП иесі сіз өзіңіз болатын болсаңыз 101-202 КБК 101-202-ні таңдайсыздар. ИП иесі өзі үшін төлеп жатса, выберите угода дейсіздерде. Сіздерге ИП қай ауданда тіркелген, сол ауданды белгілейсіздер. Мысалы, Алматы қаласы Алатау ауданы, текущий период деп, мысалы, сосын ИП-ңыздың атауын жазасыздар. Бейін организация дегенге өздеріңіздің иындарыңызды жазасыздар. Суммасына, мысалы, төлейтін суммаңызды белгілейсіздер де, оплатить деп төлейсіздер.